Түркияда апат болған аймақта жасаушы бір достым маған жазып жатыр. Бұрын көшеде баспанасыз жүрген инсанларды көрсек, қасынан басымызды көтеріп гердейіп, тым болмаса адамгершілігіміз тұтып қалса, қалтамыздағы майда шүйде пұлларды беріп кететұғын едік. Әзір апат жүз бергеннен кейін әкімшілік тарапынан тарқатылып атырған азықлық затларды алу үшін сол баспанасыз инсанлар менен бір сапта нәубет күтіп тұрман. Мен оған алынып атырғаным жоқ. Бір күні бір жасы үлкенірек кісі қолына көрпесін алып, «Қызым, мен мынаны жамылып ал, балаң тірі ме, жәбір көрмеді ме?» деп қаулығып келді. Мен ол инсанды танымадым. Құдайға шүкір, балам сау саламат деп едім. Ол инсан жүдә қуанып кетті. Мен оған танымағанымды айттым. Ол апат жүз бермесінен алдын көшеде баспанасыз отыратұғын бір кісі екен. Біз балам екеуміз жолда кетіп баратырып, оған 4 нанға жететұғын пұл беріп кетіппіз. Ол сол уақытта қуанған һәм осы күнге дейін оны ұмытпаған екен. Бұны естіп, тамағым тығылып қалды. Еш нәрсе айта алмадым. Тек қана өз қабығыма оралып, адамгершілік деген нәрседен әдеуір алысласып кеткенімді сездім. Бұл апат менің көзімді ашты. Әзизлер, біздер де көзімізді ашуымыз үшін шәртлі түрде апат жүз беру керек емес қой.